саламатсыздар әріптестер. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы нөмір 82 бұйрығына өзгерістер енгізілгенін білесіздер. Білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтарды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы нөмір 83 бұйрығына былтырғы жылы және биылғы оқу жылында өзгерістер енгізгенін білесіздер. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 25 жылғы қаңтарда енгізген өзгерісіне байланысты биылғы аттестатталушы мұғалімдер нөмір 72 бұйрықтың екінші қосымшасына мен аттестатталмақ. Педагог зерттеушілер өздерінің санаттарын растайтын және педагог зерттеушілікке өтетін және кезектен тыс сарапшылыққа өтетін мұғалімдер өздерінің авторлық әзірлемелерін үш ауданға тарату міндеттеліп отырғанын білесіздер. 7 мұғалім өздерінің авторлық әзірлемелерін сіздердің алдарыңызға ұсынбақ. Ауыз ауданы нөмір 123 мектеп гимназиядан 3 информатика пәні мұғалімі, 2 математика пәні мұғалімі, Наурызбай ауданы 206 мектептен математика пәнінің мұғалімі авторлық бағдарламаларын оқуларыңызға салмақ. Осы сөзді мектеп гимназияның математика пәні мұғалімі бағдарлама ұлттық математикадан ұлттық мазмұндағы есептерді шығару 8 сынып оқушыларына арналған. Мақсатым математика пәніне балалардың қызығушылығын арттыру және ұлтымыздың тарихы мен салт дәстүрін шәкірттердің санасына сіңіру мақсатында жазып отырмын. Әр сала бойынша бағдарламамның әр мақсаты баланы күнделікті өмірде және қазақтың салт дәстүріндегі, мәдениетіндегі құрал саймандар арқылы алған білімдерін өмірде пайдалана білу, олардың функционалдық сауаттылығын арттыру және ұлттық құндылықтарымызды негізінде тәрбиелеу. Міне осы бағдарламаның өзектілігі де сол, бала негізгі геометрия пәні арқылы осы 8-11 сыныптарда жиі қолданылатын қарастырылған есептер бойынша меңгере алады. Практикалық тапсырмалар жиыны өте көп. Мысал үшін құрақ көрпелер, тарихи архитектуралық ғимараттарымыз және зергерлік бұйымдар арқылы жаңағы центрлік симметрияны анықтауды үйренеді. Перинаталық жүйеде салынған нүктеге қатысты симметрияларды анықтай алады. Мысалы, домбыраның құрылысы арқылы қатынас есептерін құрастырып, соны шығара алады. Немесе жаңа алтын адамды зерттей отырып, алтын мен күміс қоспалары бойынша қоспалық есептерді орындай алады. Киіз үйдің тарихын зерттей отырып, сол киіз үйдің әрбір құралдары, әрбір геометриялық фигураларға, кеңістіктегі денелерге байланысты жаңағы периметрін, көлемін, ұзындығын, ауданын қолдана алады. Келесі, мысалы, қазақтың киіз үйі. Балаға ең бірінші сол киіз үйді түгел зерттеуге практикалық шығармашылық тапсырма ретінде бересіздер де, көрпені зерттеу арқылы көрпенің периметрін, ауданын, ондағы жаңағы оюлардың симметриясы туралы әртүрлі тапсырмалар беруге болады. Өте көп есептер құрастырылған. Бұл бағдарламаның соңында өте көп осы киіз үйге байланысты 15 есепті құрастырумен, шешумен бердім. Балалар өзі осы тақырыпқа есептер құрастырып, бір-біріне шығарып, қызығушылығы артып, зерттеушілік жұмыстар артады. Хандық қазақтың ең қажетті тарихи күнделікті өмірде қолданатын құралы.
тұрмыстық жиһаз сандық арқылы геометрияның барлық формулаларын жинақтап қолданып қайталай алуға болады. Мысалы, сандықтың түк төртбұрыш параллелепипед екенін айта отырып, осы үш өлшем арқылы оның периметрін, жаңағы аудандарын, қақпағының ауданын және әртүрлі жаңағы қасиеттерін шығаруға болады. Мысалы, сандықтың жиектері ол күміс темірмен немесе күміспен жидектеледі, сол арқылы периметрін табамыз. Сандықтың әрбір бетіндегі шеңберлерінің қатынасын табуға болады. Сол шеңберлердің симметриясын кіші шеңбер, үлкен шеңбер арқылы әртүрлі есептер шығаруға болады. Бағдарламамда балаларды ұлттық құндылыққа тәрбиелей отырып, өз тарихын, мәдениетін сыйлауға, соны зерттеуге қызығушылығын арттыру отырып, балалардың математикалық сауаттылығын дамыту. Осыны өзім 2 жыл бойы қолданудың барысында балалардың шығармашылық қасиеттері дамығанын, сабақта баланың сөйлету 75%-ға дамығанын байқадым. Бұл болашақта балаларға көп көмегі тиетін бағдарлама деп есептеймін. Математикаға деген қызығушылығын арттыруда көмегі тиеді деп ойлаймын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ана Халила қызы өте тамаша баяндап шықтыңыз. Комитеттарға байланысты алынған тапсырмаларыңыз ән риза болып отырмыз.